Осыдан 21 жыл бұрын, 2002 жыл, Павлодарда. Ол кезде интернет те жоқ, цифрландыру да жоқ, камера да жоқ, көп нәрсе жоқ. Бірақ біз не істедік? Өйткені ол кезде де орман өрті жиі болатын. Сонда осы мәселені біз прокуратура жанындағы Горсоветте талқыладық. Анықтағанымыз, өрттің көбісі әдейі қолдан жасалады екен. Кейін ағаш өртенген, жарамсыз деген сылтаумен оны сату кәсіпке айналыпты. Ал шын мәнінде өртенгені ағаштың тек қабығы. Біз сонда полиция, КНБ, кеден, прокуратура, әкімдік, ЧС департаменті, экология басқармасы барлығымыз келісіп алдық. Кім нақты не істейді? Кім неге жауап береді? Ортақ бір жоспар құрып, жүйелі түрде бірігіп, сол қылмыстармен күресе бастадық. Осындай заңсыз кәсіптен көбісі қорқпайды екен. Өйткені незаконная порубка леса үшін жаза тым жұмсақ. Адам қамалмайды, тек азғантай ғана айыппұл. Сондықтан қылмысты кезек-кезек мойнына алып, топтан ішіндегілер, сосын сотталып, кәсібімен, заңсыз кәсібімен айналысып жүре береді екен. Сондай практика бүкіл республика бойынша қалыптасқан болатын. Сонда біз не істедік Павлодарда? Біз бас прокуратура мен жоғары сотқа жүгіндік. Оларға айттық. Мына кінәлілердің іс-әрекетін ұрлық деп дәрежелеу керек. Бұл тек орманды заңсыз кесу ғана емес, одан да ауыр қылмыс. Сөйтіп, орталық бізбен келісті. Ұрлауға болмайды екен деген түсінік келді. Бүкіл халыққа резонанс болды. Ең бастысы, сол кезде, сол 2002-2003 жылдары орманның өрті тоқтады.